Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз болымды және болымсыз етістік. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай болымды етістік және болымсыз етістік болып екіге бөлінеді. Болымды етістік іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Мысалы, келді, жүрді, сөйледі. Болымсыз етістік іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіреді. Болымсыз етістіктің жасалу жолы. Бірінші жасалу жолы етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе қосымшасы жалғанады. Мысалы, айтпа, ойнама, күлме. Екінші жасалу жолы етістікке жоқ, емес сөздері тіркеседі. Мысалы, келген жоқ, көрген емес. Мысалы, көрме, жазба, оқыма, теппе, кетпе. Келген жоқ, көрген емес, білген жоқ. Олар мектепке барды. Олар мектепке барған жоқ. Асан кітап оқыды. Асан кітап оқымады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!